ер азаматтар айтып жатыр, әйелдер үйде отыру керек. Дұрыс. Бірақ ол үшін еркек жағдай жасау керек. Үйдің мәшінен бәрін жасап беретін ер азамат болса, көп әйелдер үйінде отыр. Ол ешкімге әкеліп етпей, бала шағасын бағып отыр. Ал енді құрметті ханымдар, естерін ескеріп, ертеңгі күні айналаңызды көркейтетін қыздар болады деп сіздерге сенеміз. Ал енді осы көлік және коммуникация колледжінде оқып жүрген қыздардың ішінде белсенді тамаша қыздарымыз бар екен. Олай болса кезекті марапаттау сәтіне берейік. Қосбұрым деген болады. Қосбұрымды қыз ортамызда тамаша жарасымды. Бұл мынау қыздарға өте үлкен тәрбие болды деп ойлаймын. Бұлар қазір нағыз бойжетіп, қайда барып, кімге қараймыз, кімнен үлгі аламыз деген кезде осы әрі қызмет істеп, әрі өзінің отбасын тербетіп отырған аналарға қазіргі кездегі қазақ қыздарына талап ететін мәселелерді айтып, ой бөлісіп, олардың сұрақтарына жауап берді. Қыздар өте риза болды. Сондықтан бұл болашақ қыздарымыздың бойында ұлттық тәрбиені орнықтыратын бір жақсы шара болды деп ойлаймын. Бүгінгі қазақ қыздарына қандай кеңес берер едіңіз? Қазақ қыздарына қандай заман болса да, қандай жаһандану болса да, қазақты сақтап қалатын қазақтың қызы. Ол қазақтың тілін, ол біздің мемлекетіміздің және анамыздың тілі, және ұлттық құндылықтарын, отбасылық құндылықтарды сақтайтындай қыз болу керек. Қызмет істей жүріп, заманына сәйкес, бірақ отбасындағы өзінің орнын білу керек. Соған өзін-өзі дайындау керек.